1991 жылы американдық Питер Джеймс Лонг-Бичтегі Queen Mary кемесіне экскурсияға келді. Оған табиғи түрдегі емес, яғни адамға мүлдем ұқсамайтын ақ құба жүзді капитан формасындағы ер адам жолығады. Оның қайдан екені белгісіз. Белгісіз адам өзін таныстырды. Содан кейін жақын маңдағы қалқанның жанына барып, көзден ғайып болды. Белгілі болғандай, бұл капитан Старк болатын. Ол бірнеше жыл бұрын рейстердің бірінде бас апатынан өлі күйінде табылды. Содан бері Питер Джеймс бос уақытын патшайым Мэри, яғни Queen Mary фильмдегі елестерді зерттеуге арнады. Ол ескі лайнерге 1000-нан астам рет барып, кеме қонақ үйінің барлық 365 бөлмесіне түнеу үшін тоқтайтын. Джеймс көптеген келушілер, яғни жолаушылар айтқан кемедегі елестердің жалпы көріністері туралы айтқан болатын. Мысалы, көптеген адамдар түнде біреу кабиналар мен қалқандар арқылы өтіп бара жатқанда шағымданатын. Кемедегі елестер туралы алғашқы хабарламалар 20 ғасырдың 30 жылдардың соңынан пайда бола бастады. Мұхит арқылы рейстер кезінде банкротқа ұшыраған кәсіпкерлер, артта қалған күйеулер мен қыздар бортқа лақтырылатын. Англия мен ақш-та Queen Mary үшін бір жақты билет сатып алу кәдімгідей модаға айналды. Соғыстан кейінгі уақытта кемеде кенеттен бассейндегі өлім эпидемиясы басталды. Барда рахаттанған жолаушылар палубалық бассейнге шомылуға шығып, сол жерде бірінен соң бірі суға батып кетті. Суға батып қараусыз қалған кішкентай балалар да аз емес. Питер Джеймс бірінші классты бассейн кемесінің басты мистикалық орын деп санайды. Ол мұнда табиғаттан тығыз құбылыстармен бірнеше рет кездескенінде жасырмады. Бірде ол өзін Джеки деп таныстырған кішкентай қыздың дауысын естіді. Оның дауысын көптеген куәгерлер де естіген болатын. Джеймс қыздың қалтасында кәмпит бар екенін әрдайым білетін, және ол қысы алғысы келетін әрдайым айтатын. Мен онымен сөйлескеннен кейін, ол менімен басқа бассейннің жанында кездесетінін айтты. Мен аздап ұялдым, өйткені тек мен бір ғана бассейнде болдым. Ол бірінші класста. Алайда, оның санасында 60 жыл бұрынғы жағдайды сақтай отырып, кеме театры бұрын 2-ші дәрежелі бассейн болған. Ол өкінішке орай суға батып кеткен. Яғни, қазір ол мүлдем жоқ.